Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Қасқырлар текті тіршілік иелері. Олар көптеген адамдар үшін тектілік пен еркіндіктің символына айналған. Ақылды, айлакер, батыл бұл тіршілік иелерін халқымыз ежелден құрметтеген. Тіпті оның атын атамай, атын атасақ малға шабады деп, оны түз тағысы ит-құс деп атаған. Ал қазір олар адамзаттың ықпалымен қалың орманның шалғай түкпірлеріне ығыстырылды. Тіпті олардың кейбір түрлері жойылып кету алдында тұр. Бүгін біз осы тамаша тіршілік иелері туралы қызықты мәліметтерді ұсынамыз. Видео басталмастан бұрын лайк басып, және өзге де қызықты видеоларды өткізіп алмас үшін арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіз. Ал біз видеомызды бастаймыз. Ең алдымен біз қасқырлардың қабілеті жайында айта кетейік. Тамақсыз қасқыр еш қабілетін жоғалтпай, 5-7 күн өмір сүре алады. Олардың құлағы 9 км қашықтықтағы дыбыстарды ести алады. Қасқыр бір түнде 80 шақырымдағы қашықтықты бағындыра алады екен. Ең үлкен қасқырдың салмағы 86 келі болған еді. Қасқырлар 5 метр биіктікке секіре алады. Аш қасқыр бір мезетте 10 кг етті жеуге қабілетті. Қасқырлар суда тамаша жүзеді. Олар су ішінде 10 шақырым тоқтамай жүзіп өте алады. Олардың көзі мысықтың көзі секілді жанады. Қасқырлар сағатына 50-60 шақырым жылдамдықпен жүгіре алады екен. Ендеше біз оларды сырт келбеті жағынан қасқырға өте ұқсас жануар иттермен салыстырып көрейік. Иттің тістеу күші 130 кг. Ал қасқырдікі орташа есеппен алғанда 180 кг. Егер қасқыр өзіне төнген қауіпті сезетін болса, ол 9 кг-ға дейін тістей алады. Иттің орташа салмағы 25 кг-нан 60 кг-ға дейін барады. Ал қасқырдікі 30 кг-нан 80 кг-ға дейін барады. Итке тамақ берсеңіз, ол әп-сәтте сізге үйреніп қалады. Ал қасқырларды тұтқында ұстасаңыз да үйрете алмайсыз. Қасқырдың бір кемшілігі бар. Олар өз олжасын көбіне тірідей жейді. Себебі бұл жануардың тістері құрбанын тез өлтіре алмайды. Ендеше, қасқырдың бөлтірігі туралы бірнеше факт айта кетейін. Қасқырдың төлдері саңырау әрі соқыр болып туылады. Жаңа туған бөлтіріктің салмағы жарты килограмдай болады. Бірақ 4 айдың ішінде оның салмағы 25-30 есе артады. Осындай керемет тіршілік иелерінің қалай өмір сүретіні бәрімізге қызық болар. Ендеше оған да тоқтала кетейік. Қасқырлар көбіне топталып үйір болып өмір сүреді. Қасқыр тобының басшысы әрдайым бірінші жүреді және өз құйрығын жоғары ұстайды. Оның алдында ешқандай қасқыр бірінші түсіп жүре алмайды. Қасқыр үйірінде бас қасқыр ғана емес, сонымен қатар бас ұрғашы қасқыр да болады. Қасқырлардың әртүрлі үйірлері жиі аумақ үшін жиналып күреседі. Бірақ көбіне тек көшбасшылар ғана айқасады. Жеңілген үйір кетеді. Үлкен қасқыр үйірі шамамен 35-40 мүшеден тұруы мүмкін. Сонымен достар, біздің видеомыз өз соңына жетті. Сіздермен болған қызықпен бірге арнасы. Егер видео ұнаса, лайк басып және өзге де қызықты видеоларды өткізіп алмас үшін арнаға тіркеліп кетейік. Қош сау болыңыздар.